Быйыл Қазақстан Республикасының басты құжаты ата заңымызға 30 жыл толып отыр. Осы айтулы мереке қарсаңында Түркістан облысының Сауран ауданында кең көлемді шаралар ұйымдастырылып, елдің бірлігі мен демократиялық құндылықтары дәріптелді. Мерекелік жиында аудан тұрғындары Конституцияның ел дамуы мен тәуелсіздікті нығайтудағы айрықша рөліне тоқталды. Жастар мен ардагерлер сөз сөйлеп, ата заңымыздың әрбір қазақстандықтың құқығы мен бостандығын қорғаудағы маңызы ерекше екендігін атап өтті. Сонымен қатар мәдени спорттық шаралар, концерттік бағдарламалар, көрмелер өткізіліп, тұрғындар үшін мерекелік көңіл күй сыйлануда. Сауран халқы барша қазақстандықтарды Конституцияның 30 жылдық мерейтойымен құттықтап, еліміздің өсіп өркендеуіне, бейбітшілік мен тұрақтылығына тілек білдірді. Құрметті отандастар, барлығыңызды ата заңымыздың қабылданған күні, Конституция күнімен шын жүректен құттықтаймын. Конституция күні құрылғаны 30 жыл толып жатыр. 30 жыл ішінде еліміз қаншадан қанша биік нәтижелерге ерісті. Осының бәрі халқымыздың арқасында. Ал енді Конституция халқымыздың ерік-жігерін, мызғымас бірлігін, мемлекетіміздің негізін айқындайтын басты құжат. Сонда екен, осы маңызды мереке баршамызға зор сенім. Ал енді жарқын болашаққа нық қадам жасауға шабыт береді. Еліміздің әрбір азаматы біздің ата заңымызды құрметтеп, оның баптарын басшылыққа ала елімізде өмір сүруде. Сонда екен, барлық қазақ халқына, еліміздің барлық халқына Конституция күнімен шын жүректен құттықтай отырып, сіздерге зор денсаулық, отбасыларыңызға амандық, елімізде тұратын барлық халықтардың бірлігі мен ынтымақтығы боданда мықты болып, еліміздегі тыныштық заман мәңгілік болғай. Құрметті қазақстандықтар, және де Сауран ауданының тұрғындары, баршаңызды бүгінгі Қазақстан Республикасының Конституция күнімен құттықтаймыз. Дәл осы 30 жыл аралығында біздің Қазақстанымыз көркейіп, өсіп келеді. Соның ішінде біздің Сауран ауданымызда құрылғанына 4 жыл болғанына қарамай өте керемет болып көркейіп жатыр. Бұның бәрі біздің басшыларымыздың арқасында деп ойлаймын. Бұларға үлкен рахмет. Барлығының отбасына амандық, елімізге тыныштық тілеймін. Баршаңызды еліміздің басты құндылығы ата заң күнімен Сауран ауданы аналар кеңесінің атынан, аналарының атынан шын жүректен құттықтаймын. Қазақстан Республикасының Конституциясы бұл тәуелсіздігіміздің тірегі, бейбіт өміріміздің кепілі. Бұл барша азаматтардың құқығының қорғалуы, ел ішіндегі тұрақтылықты сақтап отыратын басты заң деп білеміз. Біздің аналар қауымы үшінде бұл ата заң күні ерекше деп айтуға болады. Өйткені біздің ұрпақтарымыздың амандығы, олардың білім алуы, еркін өсуі осы ата заң аясында қамтамасыз етіледі. Мен желтоқсан ардагері ретінде ең бірінші осы тәуелсіздігіміз келді. Тәуелсіздікті әділеттік болды, сонда бастарман аға ұрпақ үміт күткен жастардан шын мәнінде азат күндер бүгінгі желтоқсанның күресінен басталған деп, желтоқсанның күресінен басталған тәуелсіздігіміз одан кейін ата заң күні 95 жылы 30 тамыз болып белгіленді. Тәуелсіздігіміз мәңгілік болсын, еліміз тыныш болсын, халқымыз аман болсын, ұрпақтарымыз ұлағатты болсын. Ата заңымыздың абыройы асқақтай берсін деймін. Құрметті Сауран ауданының тұрғындары, сіздерді ата заңымыздың 30 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Барлық тұрғындар өз мәдениетін, дәстүрін сақтап ауданымыздың өркендеуіне үлес қосып келе жатыр. Құрметті жерлестер, ата заңымыздың 30 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймыз. Еліміз тату, жұртымыз аман, көк туымыз әрқашан биікте желбірей берсін. Құрметті қазақ елі, баршаңызды ата заңымыздың 30 жылдығымен шын жүректен құттықтаймын. Қазіргі таңда біз жастар саласында жұмыс жасап жатқаннан кейін жастарға түрлі қазір Сауран ауданында түрлі мүмкіндіктер, мемлекеттік бағдарламалар насихатталып, және де осы түрлі ауылымызда кәсіпкерлікпен айналысып, осы ауылдың дамуына жастар
барлық саласын, қай саласынан болса да белсене атсалысып, белсене қатысып, дамуына үлес қосып жатыр. Қазіргі таңда тәуелсіздік тізгінін биік ұстайтын жастарымыз көп болсын. Барлықтарыңызға мереке құтты болсын. Müstakil Qozog'istonimiz konstitutsiyasining 30 yilligi keng nishonlanish arafasida turibdi. Mana 30 yil borasida bizning mamlakatimizda 130 dan ortiq millat va elat vakillari bir oilaning farzandidek tinch totuv yashab kelmoqda. Dono prezidentimizning sa'y-harakatlari bilan mamlakatimizda ko'pgina yaxshi ezgu ishlar amalga oshirildi. Jumladan Turkiston viloyati Savran tumanida ham ko'plagan inshootlar, maktablar, majmualar, yo'llar qurilib, xalqimiz obodonligi yo'lida xizmat qilmoqda. Bizning xalqimiz bir shangroq ostida tinch va totuv yashab, ezgu ishlarni amalga oshirmoqda. Qozoq xalqida birlik bor joyda totuvlik bor degan naql bor. Ana shu naqlga amal qilgan holda xalqimiz ezgu ishlar qilib, kelajagimiz yanada porloq bo'lmoqda. Mana shu 30 yil mobaynida bosib o'tgan yo'limizga bir nazar tashlaydigan bo'lsak, bu judayam bir muhim vazifalar amalga oshirilganligi yaqqol ko'zga tashlanib turibdi. Hurmatli vatandoshlar, barchangizni ushbu kun bilan tabriklayman. Hammalaringizning oilalaringizga qut baraka, tinchlik, totuvlik, elimizga va yurtimizga farovonlik tilab qolaman. Konstitutsiya kuni qutlu bo'lsin. 30 тамыз Қазақстан Республикасының Конституция күнімен барша аудан жастарын құттықтаймын. Еліміз тұғырлы, тәуелсіздігіміз мәңгілік болсын. Аудан жастары арасында талантты жастарды қолдау, спортшы жастарды қолдау бойынша аудан көлемінде тұрақты түрде жұмыстар атқарылуда, мемлекет тарапынан түрлі қолдаулар болуда. Бұлардың барлығы жастарға үміт, сенім сыйлайды. Қазақстан Республикасында тек қана тәуелсіздік күні емес, осындай 30 тамыз Конституция күні өте ерекше аталып өтуде. Баршаңызды осы Конституция күнімен шын жүректен құттықтаймын. Қазақ елі, елім, халқым, жұртым, сіздердің келіп жеткен біздің Конституциямыздың 30 жылдығын мерейтойын құттықтап, барлықтарыңызды сол мерейтоймен құттықтаймын. Мінекей ұл қыздарыңыздың осы тойда қызықшылығын көріп, өмірлі болсын, тұрмыстары көңілді болсын, ағайын туысқа пейілді, ата-анаға мейірімді бола берсін, өсіп өне беріңіздер. Ал енді келетін болсақ, біз Сауран ауданы өзі тай-тай басып 3 жыл болды болғанына, бірақ бір байқағаным тай-тай басқанмен жақсы көркейіп, өсіп өркендеп келеді. Ол кімнің арқасы деуге болады. Мәселен біздің ауданда әр этностың, ұлыстың өкілдері бар. Солардың татулық несінің арқасында осы біздің өсіп көркейіп жатқанымыз сол деп ойлаймын. Енді жалпы ел мынау бірлік бар жерде тірлік бар дейді ғой. Бұл кезде біз барып бір бастан бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, осына еңбек еткеннің арқасында біздің Сауран ауданымыз көркейіп жатқан жайы бар әнлен. Халқым, жұртымның сіздерді 96 сөздің тобықтай түйіні құттықтай келе, мынау сіздер мынау ұл қызы асырап отырса, ұл қыздарыңыз сүйкімді болсын, өнер білімге икемді болсын, бәйтеректей бойшаңдап, өрен, өршіл, өркенді болсын, жақсы жол таңдасын, жаман тәлім алмасын, даналардың дәстүрін жаңаласын, жалғасын, қос топ шышталмасын, қырандай биік самғасын, ары адал жан жас құрбысынан қалмасын, малдарың базарлы болсын, ұлдарың назарлы болсын, қыздарың ажарлы болсын, баянды бол, бақ дәулетке келіп, көңілдерің толып, айдан аман, жылдан есен Конституция жете берейік. Аумин, Аллаху акбар.